Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін мен өзіміздің Абай спектаклінің бөрігін реставрация жасап жатырмыз. Жаңадан өңдеп, қайтадан фетрін, астарын бәрін ауыстырып, қайтадан тігіп жатырмыз. Астары хыбы матадан болады. Бастарын терлетпейді, сырғымайды, жақсы тұрады. Осы бөрікті Абай спектакліндегі ажарға арнап жасап жатырмыз. Соны қайтадан өңдеп жатырмыз. Астарын тіккеннен кейін сол артығын кесіп алып тастаймыз. Сосын кейін шетін кособейкамен, хыбымен тігіп шығамыз. Міне астарын тігіп жатырмыз. Шыт хыбы матадан, ол бастан сырғанап түсіп кетпейді, жақсы тұрады баста. И терлетпейді. Сол үшін астарды хыбыдан жасаймыз, шыт матадан. Мынау искусственный мех. Енді мехімізді осы дайын бөрікке кигізіп қараймыз. Бәрін дұрыстап қойып, сосын барып тігіледі ол. Дұрыстап. Енді әдемілеп, қара жіппен әдемілеп тіге бастаймыз. Түгел айналдыра тігіп шығамыз қалпағымызды. Құрметті көрермендер, менің каналымда басқа бөріктердің әртүрлі основасы қалай пішіледі, қалай тігіледі, мехті қалай өңдеймін, натуральный қалай оны пішіп тігу, соның бәрін менің каналыма тіркеліп қарауларыңызға болады. Міне бөріктеріміз, сәукелелеріміз бітті. Енді кешке спектакльге шығып, елдерді қуантады, халықты. Сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Рахмет.